Ешбір колбасаның ішінде ет жоқ. Мүлдем ет жоқ па? Ет жоқ. Не бар оның ішінде? Халал дамудың басшысының берген осы интервьюін естіген шығарсыздар. Колбасаға ет қосылмайды дейді. Енді ары қарай тауық еті, соя анау мынау қосылады дейді. Бірақ мен бір видео көріп қалдым. Ол жақтағы кісінің айту бойынша барлық колбасаларға, даже халал сертификаты бар колбасаларға осы өнімді қосады екен. Основа ретінде даже қосады екен, ең басты не деп. Сол туралы мына жерде видеоны қазір көрсетемін. Келесі видеоны көріп кетіңіздер міндетті түрде. Шұқа, теріні қосқан қаншалықты дұрыс? Енді ана искусственный болмаса жаңағына тауықтың қалдықтары, сирақтар шекарынан қарағанда бұл дұрыстау. Себебі бұл натуральный, таза. Сосын кейін бізде мына ресейліктер бұны бізден алған кезде біз мұсылман мемлекеті болғаннан кейін бізден көп алуға тырысады. Себебі ана халал сертификат деген береміз біз. Тамақ өнеркәсібінде теріні шұжыққа басқа ет ретінде қосуға рұқсат берілген ба? Иә, бұл бүкіл әлем бойынша көп жағдайда шұжыққа ет қосылмайды. Ет қосылса да жаңағындай ауырып неғылған арзан етті қосылады, болмаса осы теріні қосылады. Ода ет көп болмайды шұжықта. Өзіңіз үйде колбаса шұжық алып жейсіз ба? Мен жалпы колбаса шұжық жемеймін. Осы видеоны колбасаны сүйіп жейтін достарыңызға, туыстарыңызға жіберіңіз.